Арабтарға кіріше болған дейді. Арабтардан сен не жаманшылық көрдің негізі? Арабтардан ба мынандай жаманшылық көрдім. Қазақтарды зомби қылып, өз ата бабасына емес, сол арабтарға табындырып қойды солар. Ал енді сен сол табындырғандан не олар сені қандай зиян көріп отыр қазақтар сол табынғаннан? Мынандай зиян көріп отыр. Жастарымыздың ішінен қазақтарды адам қылған арабтар, қазақтарды жуынуға үйреткен арабтар, арабтарға жарты жерімізді берейік. Бұл жер қазақтардың жері емес, бұл мұсылмандардың жері дейтін сатқындар шығып жатыр арамыздан. Сен тегі бар ғой, біз естімейтін нәрсе, қаяқтан тауып аласың сондай нәрселерді? Сендер өз жамағаттарыңның ішінде жүрсіңдер ғой, сөйлеспейсіңдер де бір-бірімен. Ондай нәрсе айналайын, мен сынамағам, сен маған сідік дейсің. Отырып алып бар ғой, сен өз жамағатының ішінде бір-бірлеріңмен қосылып алып сахабаларды мақтай берсеңдер, ондай адамдардың ойларын қаяқтан білесіңдер? Пікір таласып көрмейсіңдер ма? Сол кезде шығады сондай арамзалар іштерінен. Жаныңда жүр сенің сондай адамдар. Қазақтың жері емес, арабтың жеріне барып өлсем екен, сол жаққа барып тұрсам екен деп армандап, сол жақта барып қалсам екен деп, ата бабасы емес, сол дін үшін соғысты деген сахабаларды ойлап жылап жүргендер бар, пайғамбарларды сағынып. Қазір қазақтың тілі болмаған деді, ана Қабылбектерің 70% сөзіміз арабтікі, 30% орыстікі, сонда бізде не қалады деген кезде біреуің ауыз ашпадыңдар ғой, не қылып айтпадыңдар, соған жамағат болып жиналып бәрің жұмыстан қуғызып жібермедіңдер ма? Сендердің ұйымдарың сол кезде. Жарқындар барып алып, жаңа анау көкпар деген сахабалардан шыққан ойын деген кезде үндеген жоқсыңдар. Шеше деген баласын тастап кеткен ана дегенде тағы ешкім үндеген жоқ. Анау жарқын деген шығып алып қырқынан шығару деген ол балаға түк қатысы жоқ. Әйелі 40 күннен кейін перісуге дайынсың ба деген сөз дегенді айтты, ешкім ештеңе деген жоқ. Қазақтың бауы берік болсын деген сөзі ол ана Алланың Құранға байланыңдар деген кезде ешкім ештеңе деген жоқ. Имамдарың ашық айтып отыр, шариғат бойынша мына екі атадан асқан соң үйлене беруге рұқсат деді. Бірдеңе дедіңдер ма? Араларында жүр ғой солар, отырсыңдар ғой үндемей.